Қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен Айдана. Бауырсақтың рецептісімен бөлісетін боламын. Ең алдымен бізге үстімізге суымызды қосып, ас қасық ашытқымызды салып 15 минутқа қалдырамыз. Бір ас қасық майонезімізді қосамыз, оның үстінен аздап дәміне қарай тұзымызды және қантымызды масамызды қолмен бір араластырып жіберіп, ұнымызды екіге бөліп жұмсақ етіп қамыр илейміз. Қамырымыз жұмсақ болғаны дұрыс. Видеодағыдай қамырымызды илеп болғасын, үстінен 2 ас қасық сұйық майымызды қосып, құйып жақсылап қолмен илеп жібереміз. Қамырымыз сонда өте жұмсақ, беті тегіс болып, әдемі болып шығады. Қамырымызды 1 сағатқа ашытып қоямыз, жылы жерге қойып. Қамырымыз ашып шықты, 2 есе көтерілді. Қамырымыз өте жұмсақ. Енді алып формаға келтіріп кесіп, қызып тұрған майда 2 беті қызарғанша пісіріп аламыз. Егерде достар, менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, каналыма тіркеліп, видеома лайк, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Бауырсағымыз осымен дайын. Бауырсағымыз өте жұмсақ, үлпілдек болып шықты. Дәл осы рецептпен жасап көруге кеңес беремін. Менімен болғандарыңызға рахмет. Сіздермен Айдана. Ас болсын.